Сәлем жеге сіздермен бірге Нако YouTube арнасы. Бүгін видеоның тақырыбына көргенде, біз алтынға менің оралдым деген видеода бір ең соңында бір лайк пен подписка деген бір қоңыраушаны видеоның сонда қай шығаруға болатынын үйрететін боламыз. Ол үшін біз ондай нәрселерді YouTube'да жүктеп алуымыз керек. Міне подписка и лайк вот так деп жасайсыздар. И сосын жақта өздерінің қалаған бір любой бір неңіз таңдап аласыздар. Мен таңдаған мен мынаны таңдаймын мысалы. Осыны менікі осыны аласыздар да басу үшін поделить деген кнопканы басасыздар да. Міне бір копировать кода басамыз. Сосын резко шығамыз да Google кіріп кетеміз. Google кіргеннен кейін бүйтіп жазамыз қазір. Saverfrom. Бүйтіп жазамыз да. Saverfrom дейсізмізді мынаған кіреміз. Сосын жаңа копировать ссылка сияқты қос. Ставить басамыз да перейти деп басайық. Қазір бұлай ойланады. Міне жаңағы ойдатарға жетпеймін. Өткен ол менде бар. Көрсетейін сіздерге галереяма. Кешіріңіздер. Міне ол видео бар уже. Скачать етіп алу дегем. Картинка блока. Міне менде бар уже бұл. Қараңыздар. Мен басылып алғам. Енді бұны қай істейді десеңіздер, ол үшін сіздер KineMaster дейтін программа керек болады. Немесе негізі бүгін KineMasterмен ғана үйретемін. KineMasterмен істейміз. Ол үшін міне бір кнопка басамыз да, 16:9 дейтінді басамыз. Басқаннан кейін өзіміздің видеоны жүктейсіз ғой бұл жерге. Сол жүктеген кезде мен видео жоқ болған соң бір фон таңдай салайын. Фонды таңдай салайын, қара фонды. Осы жерге келесіздер, любой қай жерге шығарың келіп, сол секунд үстіне барып қоясыздар да. Міне слой дейтін кнопка тұр ғой. Соны басасыздар да, мультимедианы басып жібересіздер. Мультимедиада жаңағы өзіміздің видеомызды таңдап аламыз. Таңдап алғаннан кейін мәселе туып қалды. Осы жерге келдік, біз осы жерге аламыз да, өзімізді бүйтіп толтырып қояйық. Осыны алғаннан кейін, міне световой ключ деп тұр ғой. Сол үстін басамыз да, выключить деп басамыз. Мына жерде енді окей деп басаламыз. Енді қарап көріңіздер. Серік көрейік міне. Не подписаться, лайк, қоңырауша. Болды. Енді оны скачать етуді бәріміз бетжанбыз. Енді сіздермен бірге болған Нако YouTube арнасын сіздердің видеоны қолдау күтемін де, подписчиктер азайып жатыр. Мені қолдап задержка бересіздер деген үміттенемін. Менің подписчигім өте асықпай және активность жоқ. Мен сіздерді бұл видеоны неге шығардым десеңіздер, бұл видеоны көбісі білмейді және де көбісі бір орыс тілінде түсірілген видеолар екен. Мен соны қазақша аударып түсірген болатынмын. Ал сіздермен болған Нако YouTube арнасы келесі видеода көріскенше амандықта жүздескен.